СБК тапсыз. Мысалы сол қағаз тұр мен қолымда. Мен айтамын, Қызылорданың өзінің берген қағазы мен қолдан істеген қағазым емес. Біз деген неге балдарды таксимен немен сандалтуымыз керек? Неге біз қолымызға бір парақ қағазды бермей отырсыздар? Неге созып отырсыздар? 20 мың теңгесін төлейік десек қабылдамаймыз дейсіздер. Өйткені ол базадан жоқ, базадан шығу керек дейді. Енді ана арызды қайта жіберіп жатыр. Ендігі қазір тағы бір министрлікке, әр министрлікке жіберген сайын ол уақыты созыла береді. Оны деген келесі декабрьге кете ма, басқа кете ма, сонда біз соған дейін жүре береміз да сөйтіп халық деген халықты ойламайсыздар ма сіздер? Онда менің қатысы жоқ, сізге қатысы жоқ болса, кімге қатысы бар? Кім жауап береді? Жауап береді адам кім? Тұру керек қой ол кісі деген, мысалы, мына жақта деген. Мен есімім Азамат. Мен есімім. Мен Қызылорданың тұрғынымын, мысалы. Мен машинамды 23-те кіргіздім, енді аударамай жүрмін мен. Мысалы, утилизаторын төлеп тастадым, енді бір қағаз қарақты, мысалы, январда шықты, январда енгізді дедіңіз. Енді одан кейін жылдың аяғы болды ғой, ендігі бәрі базаны орнықтыратын уақыт болды ғой. Мысалы, Алматыдан алып берейік бір күнге, басқа жақтан алып берейік, мысалы, шығып жатыр уже делдалдар ше. Мен не істеймін ол делдалдар? Маған осы жақтан кәдімгі заң жүзінде 20 мың теңгем төлеп, сіздер алуларыңыз керек, сол қағазды беруіңіз керек маған. Біз неге оны бала шағамызды сандалып, таксимен немен жан жаққа сандалуымыз керек? Халықты ойламайсыздар ма? Сіз оны ана министрлік мына басқа жауап берді, мен тек қана өзім жұмысымды ғана білемін деген сияқты әңгіме айтып отырсыз ғой сіз жаңа. Әзеке сөзді құрмағанда. Сол ғой, бәріңізді бір база болса басқалар қалай алып отыр ол жерде? Енді сол кісілерге неге өздеріңіз шығып сөйлеспейсіздер? Маған қатысы жоқ. Менің осы филиалымнан келіп біреу сіздерге алып беремін деп жатса, өңірдің тұрғыны емеспіз ғой біз. Өзіміздің тұрғылықты жерімізге келіп тұрмыз. Тұрғылықты жерме, өзіміздің территорияда. Общий база бір емес па? Общий база бір. Енді олар қалай бір күнде шығарып береді, сіздер шығармайсыз? Жауап бере алмаймын. Ол кім қалай істеп отырғанын мен қайдан білейін оны? Кімнің қалай істеп отырғанын? Сұрақ сол болып тұр ғой бізде. Жас Азеке айтып жатсыз. Бұл кісінікі де E-Акнумен өткен ба? E-Акнумен жаңа басында бірден Құдайханаға сізге айтып кеттім. E-Акнудан әлі интеграция жүріп жатыр. Толыққанды бітпеген, сіздікі E-Акнуның ішінде қалып қойған ол қашан шешіледі соны шешілмейді. мен сізге оның уақытын нақтылап Азеке неге айтамайсыз ол деген? жұмыс жасау керек қой халыққа шамалы. Азеке мен не істе дейсіз маған? Сағи, мен айтайын сіз не істейтініңізді. Айтыңыз. Сіз қазір жұмыстың бәрін қойыңыз да, соны мына халықтың мәселесін шешіңіз. Ақша тауып отырсыз, ешкім жаңағы тегін қайырымдылықпен айналысып отырған жоқсыз ғой. Мәселе мына КТРМ деген бар ғой. Сол мекеменің басшысы отыр ғой, сол кісіге сұрақ қойсаңызшы. Мына жақта КТРМ-нің адамы бар ма? Департамент комитет технического регулирования метрологии деген бар. Қарсақбаев Бауыржан Бақытбекұлы, техникалық реттеу және метрология комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің басшысымын. Екі адамның өтінішін өтінішпен жазып беруге мен көмектескен тұғым. Осыдан ровно 1,5 ай болды. Комитет метрологияға жаз деді маған, адамдар айтты осылай, мына Сағи айтқандай, соларға жіберіп едік, олар айналдырып өнеркәсіп комитетіне жіберді, олар айналдырып келіп жауап берді. Біз метрология комитеті оған құзыретті, соларға өтініш жазыңдар. Сосын сол жауапты тігіп, артына тігіп қайттан жібердік. Айналайын, мінекей, жирный қылып жаңа жазып қойдық. Мынау солай деп жатыр, сендер деп жатыр. Айналайын, қайттан жібермеш, по второму кругу деп. Сөйтіп төбесіне шығып жирный қылып жазып қойғанбыз ғой, қайттан сояққа жіберді. Мысалға. Сіз енді, сізден сұрайтынымыз, ол интеграция болып жатқан бәрін біліп отырмыз. Бізге шешімі қазір жұмыстың бәрін тоқтатып, сол мәселені шешуге кәдімгі ручной порядке неше адам бар мына жерде, соларды моментально қазір шешіп берсін, аға. Моментально дәл қазір отырып, сол жерде қанша адам бар, солар отырып, қолмен өзгертіп берсін. Халық неге страдать ету керек? Мысалға, заң бұзса, осы жерде полицияның өкілдері отыр, полицияның өкілдері. Заң бұзса, тәртіпті бұзса, бірден шара қолданады. Бұл бойынша кімге шара қолданып отыр қазір? Проблема болып отыр жылдың басынан бері. Оған кімге шара қолданды? Кім сөгіс алды, кім штраф алды, кім сотталды? Айтыңызшы. Біз СБКТС-ге жауап береміз тікелей. СБКТС-тің бүкіл нәрсесіне. Ал ЭПТС-ге өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жауап береді. Өкімет өкілі келіп, мына жерде тек қана бір айтатын сөзі, осы сіздер мынандай көпшілік жиналуға болмайды, іс-шара қолданамыз деген бір ауыз әңгіме айтылады. Қазір біздің группада әрқайсысын шақырған кезде 2000-3000 азаматтар бар, осы шетел автокөлігін пайдаланып отырған. Бірақ бір ауыз осы өкімет жағынан келген өкілдің осы арада сіздердің жиналуға ешқандай рұқсат жоқ деген бір ауыз сөзі үшін, шара қолданады деген сөзі үшін әрқайсысы келуге қорқады. Өйткені бала шағалары бар. Өзі де бірді екі талмай отырған кезде мынандай жаңағы тағы да айыппұл төлеп отырамыз ба деп көбісі келе бермейді. Ал енді біз қай жаққа бару керек? Міне, Сағи мырза айтып тұр. Мен тек маған келген қағазды орындап, мен жоғарыға жіберем. Ал енді жоғарыдағылар төбірі қайда? Біз осының мәселесін шешкіміз келіп, төбірін тапқымыз келу үшін келіп тұрмыз. Бұл халықтың жиналуы, бұл жерде бір айқай-шу шығару үшін емес. Өзіміздің ішіміздегі барлық күрделі жағдайымызды, мәселемізді шеше алмай отырған міне азамат айтып тұр, міне қандай қылып.
қалай осыны түсінбейсіздер ма? Осыған бізге жауап керек.